Hilton қонақ үйі туралы білесіз бе? Сіз бұл қонақ үйдің иесі Hiltonның кәсіп бастағанда біз сияқты басында ештеңесі жоқ кезден бастағанын білесіз бе? Бірақ ол ақша табу ойынын шектен шығарып ойнап, бірден миллиардер болды. Сол кездегі миллиардерлердің байлығы, әдеттегі мемлекеттердің байлығымен салыстыруға болатын. Оның байып кету үрдісін көптеген адамдар оны тек сәттілікпен бағы жанған деп ойлайды, бірақ мен олай деп ойламаймын. Бұл адам қайтадан бизнесті нөлден бастаса да, ол ұқсаста тез арада миллиардер бола алады. Бүгін біз Конрад Hiltonның $5.000 мен қалай $1.300.000 тұратын қонақ үй бизнесін бастағанын көрейік. Біздің 4 төңірек каналымызға келгендеріңізді қарсы аламыз. 4 төңірек каналымыз сіздерге әр апта сайын мәнді де мағыналы ғылыми ақпараттарды жеткізіп тұрады. Тезірек каналымызға тіркелу арқылы осы қазақша каналымызды қолдап қуаттап қойыңыз. Hilton жас кезінде үлкен бірдеңе жасауға болатын мүмкіндіктердің бар жоғына үнемі назар аударып жүретін. Бір күні ол нарықтағы жақсы сұранысты тапты. Ол Далластың ең гүлденген бизнес ауданында бір ғана қонақ үй бар екенін анықтады. Яғни әлемнің түкпір-түкпірінен келген ең бай адамдар осы шағын қонақ үйде тұрудан басқа амалы жоқ екен. Осы жерден жоғары санатты қонақ үй ашып, байларға ақшасын жұмсатпасақ, бұл аймаққа обал емес пе деп ойлады. Сөйтіп ол қонақ үйге өте қолайлы жер телімін тауып, жылжымайтын мүлікпен айналысатын кәсіпкер болған жердің иесінде тапты. Бұл жер иесі оны Hiltonға $300.000 сатуға келісті. Содан кейін Hilton құрылысшы тауып, жоғары сапалы қонақ үй салуға $1 миллион кететінін анықтады. Осы кезде Hiltonның жанында небәрі $5.000 ғана бар еді. Мен мұны бұрын көргенде ішімнен күлдім. Бұл ақымақ емес пе? Бірақ ақыры қателесіппін. Мен бұл іске кедей адамның ойымен ойлаппын. Hilton бір досын тауып, онымен серіктес болып, $100.000 жинады. Оған бұл аз ақша бізге қонақ үй ашуға жетеді деді. Сосын ол қайтадан жер иесіне кезігіп, қазір жеріңді сатып алмаймын, жеріңді жалға алғым келеді деді. Жылдық жалдау ақысы $30.000 болсын, бұл жер толығымен сізге тиесілі. Мен уақытында төлей алмасам, мына жерді және мен салған жоғары санатты қонақ үйді тікелей қайтарып алсаңыз болады деді. Әрине, бұл жер иесі өте қуанышты, өйткені оның жылдық табысы өзі бағасының 10%-ын құрайды. 10 жылда 2 есе өседі. Осындай тұрақты бизнесті қайдан табуға болады деп қуанды. Бірақ бір шартым бар. Яғни маған осы жерді банкқа кепілге қоюға рұқсат етуіңіз керек. Бұл жер иесі, егер ол ақшаны қайтара алмаса да $1 миллион құрайтын қонақ үй менің жерімде тұр, ал менің жерім $300.000 құрайды. Бұл сауданың маған ешқандай зияны жоқ деп ойлады. Сонымен Hilton $30.000 жұмсап, $300.000 құрайтын жерді пайдалану құқығын алды. Сосын банкке апарып $300.000 кепілге қойды. Қазір оның қолында $370.000 бар болды. Осы уақытта ол қонақ үй салушысын тауып, жердің жұмысы шешілгенін, және оларда ақша бар екенін айтты. Оған біраз ақша салса болғаны. Осы коммерциялық қонақ үйдің меншікті капиталына ие бола аласыз деді. Осылайша ол тағы $200.000 тапты. Жалпы ақшасы $570.000 жетті, бірақ бұл құрылыс шығындары үшін жеткіліксіз. Сөйтіп жер иесіне тағы кездесіп, бұл жолы жер иесіне өзінің қаржылық қиындықтарын шын айтып берді. Қазір қонақ үйдің жартысы салынып бітті, бірақ менің ақшам таусылды. Қалған ақшаны толтырсаңыз, мен сізге бүкіл қонақ үйдің меншігін беруге уәде беремін. Және жылына $100.000 пайдаласыз. Пайданың қалған бөлігін маған қалады, келісесіз бе? Жер иесі қатты ашуланғанымен, бұл жұмыс шынымен де жасауға тұрарлық еді. Өйткені ол қонақ үйдің шынымен де өте пайдалы болатынын есептеген болатын. Ал егер ол келіспесе, Hilton ақшасын қайтарып ала алмайтынын ғана емес, кепілге алған жерді де банк алып кетер еді. Сондықтан оның келіспеске амал жоқ. Осылайша 2 жылдан кейін Hilton қонақ үйі ашылды. Hilton қонақ үй патшасының табалдырығын аттау үшін $5.000 ғана жұмсады. Көптеген адамдар мұны керемет және әдеттегі адамдардың қолынан келмейді деп санайды. Қатері тым үлкен дейді. Бірақ егер сіз бұл туралы ойласаңыз, Hiltonда қандай қатерлер бар деп ойлайсыз? Hilton $1.300.000 тұратын қонақ үйге жанынан $5.000 ғана жұмсады. Бұл кірістілік деңгейі қаншалықты жоғары болады деп ойлайсыз? Жеңілсең банкротқа ұшырайсың, ал егерде жеңсеңше? Ал жеңу мүмкіндігі өте жоғары. Неліктен? Өйткені Hilton күнделікті қалай ақша табуға болатынын, мүмкіндіктер қайда болатынын зерттейді. Оның нарықта сұраныс қажеттіліктерін байқай алатын қабілеттері бар. Ең бастысы, ол әдетте айналасындағы бай адамдармен байланыстарды жақсы ұстайды. Әрі қарай ресурстарды біріктіру қабілеті, ол өзіне қанша ақша жетіспейтінін, сосын оны қалай толтыру керектігін біледі.
Әрбір табысты кәсіпкер айналасындағы мамандарды, олардың білімін, ақшасын қалай пайдалану керектігін біледі. Шындығында бұл өте қарапайым. Бизнес жасағысы келетін ақшасы бар адам табыңыз, содан кейін оны өз мүдделеріңізбен байланыстырудың барлық әдістерін көріңіз. Онымен бөлінбейтін мүдделерді біріктіріңіз, содан ол табиғи түрде сіздің мақсаттарыңызға жетуге көмектеседі. Хилтон қонақ үйі 1919 жылы 31 мамырда Техас Сиска қаласында құрылған. Орталық штаб пәтері Маклин, Вирджинияда орналасқан. Жалпы қонақ үйдің саны 540-қа жетіп, жұмысшылар саны 15 мың адамға жетті. Міне, осы эпизодты бақылауымыз аяқталды. Осы бөлімнен алған білім сізге ұнайды деп үміттенемін. Видео жаман емес деп ойласаңыз, видеоның төменгі жағындағы лайк басуды ұмытпаңыз. Және осы арнаға жазылыңыз, және хабарландыруларды алу үшін қоңыраушаны ашыңыз. Көргеніңіз үшін көп рахмет.